Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы адам мен компьютердің өзара әрекеттесуі және киберқауіпсіздік. Дәрісімізді бастамас бұрын негізгі жоспарымызға тоқталайық. Яғни бұл жерде бізде бірінші дәрісіміздің жоспары адам мен компьютердің өзара әрекеттестігінің құралы ретіндегі пайдаланушы интерфейсі және интерфейстің юзабилити. Екінші интерфейс түрлері, ол бізде командалық жолдың интерфейсі және мәтіндік интерфейс және графикалық интерфейс. Үшінші тақырыпшамыз киберқауіпсіздік және интернетті басқару зиянды бағдарламалар. Төртінші бізде ақпаратты қорғаудың шаралары мен құралдары, ақпаратты қауіпсіздік саласындағы стандарттар мен спецификациялары. Жалпы адам мен компьютердің өзара әрекеттесуі дегеніміз не? Соң қысқаша түсініктеме берейік. Яғни адам мен компьютер арасындағы өзара әрекеттесуі қазіргі заманғы өмірдің ажырамас бөлігі болып табылады. Біз компьютерлерді әртүрлі мақсаттарда пайдаланамыз: жұмыс, ойын-сауық, қарым-қатынас және тағы басқа орталарда пайдаланамыз. Осы өзара қарым-қатынас процесінде киберқауіпсіздік өте маңызды рөл атқарады. Компьютерлік жүйелер тіпті ақпараттық технологиялар саласындағы маман болмаған адам үшін де қарапайым және түсінікті болады. Өйткені бұл қолданушы мен бағдарламалық қамтамасыздандыру операциялық жүйесінің көмегімен компьютермен өзара әрекеттесу мүмкін болғандықтан жүзеге асады. Операциялық жүйенің қолданушылары мен қосымшалары үшін интерфейстің қамтамасыз етеді. Жалпы интерфейс дегеніміз не? Соған тоқталайықшы. Яғни интерфейс дегеніміз сөздің ең кең мағынасында объектілер арасында өзара әрекеттесу тәсілі болып табылады. Яғни бұл техникалық мағынада интерфейс объектілері өзара әрекеттесуінің параметрлерін, процедураларын және сипаттамаларын анықтайды. Интерфейстің келесі түрлері бар, яғни түрлеріне тоқталсақ, яғни бұл бізде қолданушы интерфейс, бағдарламалау интерфейсі бар және физикалық интерфейс түрлері бар. Интерфейстің негізгі қазір жиі қолдану үстіндегі түрлеріне тоқталайық енді. Бұл жерде мысалы командалық интерфейс. Командалық интерфейс дегеніміз не? Оның олай аталу себебі адам осы интерфейстің түрінде командаларды компьютерге жібереді, яғни компьютерге бағыт береді, не істеу керектігін. Ал компьютер оны орындайды. Нәтижесін адамға экран бетіне шығарып береді. Бұл бізде командалық интерфейс. Дестелік технология және командалық қатар технологиясы түрінде іске асырылады. Келесі бізде графикалық пайдаланушы интерфейс. Графикалық пайдаланушы интерфейсі пайдаланушы компьютер өзара әрекеттесу стилі ретінде анықталады. Онда терезелер, пиктограммалар, мәзірлер мен көрсеткіштер қолданылады. Келесі біздің жиі қолдану интерфейстің негізгі түрі мәтіндік интерфейс деп айтамыз. Бұл мәтіндік интерфейсте мәтіндерді енгізу, сақтау, қарап шығу, түзету, пішімдеу және қағаз бетіне басып шығаруды қамтамасыз ететін бағдарламаның құралы болып табылады. Интерфейсті құрушы өз білімдерін пайдаланушылар жұмысына жағдай жасауға және қолдана білу керек. Өйткені оның талаптарын қолданбалы міндеттеріне сай қанағаттандырып, қана емес пайдаланушының физикалық және психологиялық сұранысына сай интерфейс жасап шығу қажет. Адамның психикасының бейімделуі мүмкіндік беретін негізгін ескеру керекпіз біз. Өйткені адам тез үйренеді оны. Соған қарай олардың психологиялық сұраныстары мен жұмыс тәсілдері өзгеріп отырады.
Келесі бізде компьютерлеріміздің пайда болуымен және дамуына қысқаша тоқталып кететін болсақ, бірінші бізде 1940 жылдары компьютерлеріміздің ең алғашқы үлгілер пайда болды. Келесі 1970 жылы, яғни екінші, бұл бізде микропроцессорлық технологиялар дамып, және жеке компьютерлер тарай бастады. Яғни әрбір қолданушы оны басқара бастады. Үшінші, ол бізде 1990 жылдары, яғни бұл жерде бізде интернет пайда болды. Компьютерлеріміз қолдану аясында қолданушылар арасында көбейді. Яғни ол әрбір қолданушы бір-бірімен тікелей байланысқа түседі. Ол ненің көмегімен, яғни желі. Сол кезде желінің көмегімен әрбір қолданушы бір-бірімен байланысқа түскен соң, біз о жақта сақтықты бірінші сақтау керекпіз. Ол кезде бізде бірінші кибер қауіпсіздік несін сақтау керекпіз, мүмкіндігін. Яғни кибер қауіпсіздіктің негізгі маңыздылығына тоқталайық. Яғни ақпаратты қауіпсіздіктің қамтамасыз ету үшін ақпаратты қауіпсіздіктің ең маңызды құраушысы қауіпті анықтау және оның жіктелуі болып табылады. Ақпараттың қауіпсіздікке қауіп төндіруші, қорғалған ақпаратқа қауіп тудыратын қандай да бір факторлар мен жағдайлар жиынтығы болып табылады. Оның негізгі бізде үш түрі бар. Ол бірінші бізде жеке ақпаратты қорғау, яғни өзіміздің жеке мәліметімізді біз сақтау керекпіз, қорғау керекпіз. Ол біз неден қорғаймыз, яғни бірінші жеке ақпаратымыз қорғау кезде бізде бірінші кибер қауіпсіздік арқылы біз жеке ақпаратымызды, парольдерімізді, қаржылық деректерімізді қорғай аламыз. Яғни бұл жерде біз жеке құпия кілт пароль көмегімен қорғайды екенбіз. Екінші, заңға бағынушылық. Ол бізде компьютерлер мен ақпараттық жүйелерді қорғау қолжетімділігі заңнамалық деңгейде реттеледі. Ал үшінші, ол жүйелерді қорғау. Кибер қауіпсіздік компьютерлердің вирустардан, хакерлерден және хакер шабуылдарынан қорғауымыз бірінші қамтамасыз ету керекпіз. Яғни бізде үшінші вирустар, хакерлер және тыңшылардан сақтау керек екенбіз. Келесі, бізде кибер қауіпсіздіктің әдістері, негізгі 4 әдіс бар екен. Ол бізде қандай? Бірінші, парольді қорғау, ол күрделі және жиі ауыстырылатын парольдерден қолдану арқылы қорғайды екенбіз. Екінші, ол антивирустық бағдарламалар, яғни бұл жерде бізде жүйелерді вирустар мен зиянды бағдарламаларға қарсы қорғау. Ал үшінші бізде шифрлау. Ол шифрлау ақпараттың жоғалуымен немесе ұрланбау үшін шифрлаймыз. Төртінші, ол бізде резервтік көшірме жасау арқылы. Ол бізде ақпараттың жойылуы кезінде қалпына келтіру үшін резервтік көшірме жасап отырамыз. Келесі бізде ақпаратты қауіпсіздіктің ақпараттық құпиялығын, тұтастығын және қол жетімділігін қорғау. Бізде бұл жерде 3 мүмкіндікке тоқталғанымыз. Ол бірінші бізде құпиялық. Яғни құпиялық ол тіркелген пайдаланушыға ғана ақпараттық ресурс пен қол жетімділік мүмкіндігін береді. Екінші, ол бізде тұтастылық. Ол ақпаратты жіберу немесе сақтау үрдісінде өзгермеу. Үшінші, ол бізде қол жетімділік. Қол жетімділік ол бізде әр уақытта, әрбір сәтінде тіркелген пайдаланушыға ақпараттық деректерді алу және пайдалану мүмкіндігін анықтайтын ақпараттық ресурстардың негізгі қасиеті болып табылады. Ақпараттық қауіпсіздікке төнетін негізгі қауіптің жіктелуіне тоқталсақ. Яғни бұл жерде байқасаңыздар, ақпараттық жүйелерде қауіпсіздікке төндіретін қауіптер негізгі. Бірінші бізде ақпараттың құпиялығын бұзады. Бірінші. Келесі ол ақпараттың тұтастығын бұзатын қауіптер және кездейсоқ әсер ету және ішкі қауіп. Яғни өзіміздің компьютерімізден вирустардан бірінші сақтану керекпіз.
Келесі ол жүйенің қол жетімділігін бұзатын қауіптер және әдейі әсер ету және сыртқы қауіп. Бұл біздің жаңа желіден немесе жеке қолданушы сақтау құрылғыларынан келіп зиян тудыратын вирустардан сақтану керекпіз. Кейбір қылмыстар түрлері. Яғни бұл бізде 4 түрі бар. Яғни ол бірінші бізде вирустар. Вирустар ол бізде компьютерлерді зақымдап ақпаратты жою мүмкіндік береді. Яғни біздің жеке құжатымызды, мәліметімізді, ақпараттарымызды мүлдем жойып жібереді. Екінші бізде хакерлік шабуылдар. Ол компьютерлік жүйелерге заңсыз бізге әрекеттер жасайды. Үшінші ол жеке деректерді ұрлау, яғни сіздің жеке құжатыңыз, жеке мәліметіңіз, ақпаратыңызды не істеу, пароліңізді, яғни жеке құпиялық кодыңызды бұза отырып, сіздің жеке деректеріңізді заңсыз пайдаланып тарату. Төртінші ол дос шабуылдар, ол жүйелерді жұмыссыз қалдыру мақсатындағы шабуылдар болып табылады. Келесі бізде кибер қауіпсіздік мамандарының рөлі, яғни ол бірінші бағалау, жүйедегі әлсіз тұстастарды анықтау, екінші ол қорғау, қауіптердің алдын ала шараларын қолдану, үшінші ол бізде басқару, жүйенің қауіпсіз жұмысын қадағалау, төртінші ол бізде қалпына келтіру, көбінесе инциденттерден соң қалпына келтіру шараларын жүзеге асыру. Болашақтағы даму бағыттар. Негізгі бізде жасанды зерде және қауіпсіздік шешімдерін оңтайландыруға көмектеседі. Яғни олар бізде блокчейн технологиясымен ақпарат тұтастықты қамтамасыз етеді. Екінші ол бізде бұлтты есептеу. Ол бізде ақпараттық коммуникациялық жүйелерді қорғайды. Олар заттар интернеті және қауіпсіз өзара әрекеттесудегі қамтамасыз ету. Бүгінгі тақырыбымызды, яғни қорыта келе, заманауи әлемде ақпараттық коммуникациялық ортаны пайдалану арқылы қызметтерді және сервистерді көп пайдалана бастады. Яғни осыған байланысты сыртқы көріністер көбеюде. Сондықтан ақпарат қауіпсіздігіне көп көңіл бөлінуде. Өйткені байланыс каналдары арқылы ақпаратқа рұқсатсыз қол жетімділік, ақпаратты ұстап қалу, немесе ұрлап алу, радио қабылдағыш құрылғылары, акустикалық ақпарат ораманың құрылғысы, яғни компьютерлік желілермен телекоммуникацияны көбінесе бақылау арқылы сигналдарды ұстап алу және байланыс кабельдері арқылы ақпарат ораманың құралы сияқты техникалық барлау құралдарымен жүргізіледі. Яғни бұл бізде жалпы барлық сақтық бағдарламаларын қамтамасыз ету. Бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы сау болыңыздар.